Hi everyone. I would like to continue the third grade at page 114 and 115. Exercise 15. Listen, point and repeat the number. Тыңдаңыз, қайталаңыз және мынау сөздер мен суреттегі сандарды сәйкестендіріңіз дейді. Eat an ice cream, яғни балмұздақ жеу, 5-ші суретпен сәйкес келеді. Sleep, 2-ші суретпен. Listen to music, музыка тыңдау. Бұл жерде 4-ші суретпен сәйкес келеді. Watch TV, теледидар көру, 7-ші суретпен сәйкес келеді. Tidy my room, бөлмемді тазалау, 6-ші суретпен сәйкес келеді. Drink milk, сүт ішу, 3-ші суретпен сәйкес. Pick flowers, гүл теру, 1-ші суретпен сәйкес келеді. Exercise 16. Talk with your friend. Яғни бұл тапсырма жұптық тапсырма екен. Өздеріңіз байқағандай сурет берілген, сол суреттерді сипаттау қажет. Бұл ойын бинго ойынына ұқсас. Қарап отырсаңыздар, көлденеңінен A, B, C бағаны берілген және тігінен 1-ден 3-ке дейінгі сандардың аралығында және бағандар көрсетілген. Үлгі берілген тапсырмада мысалға 1A дейді, 1A. Енді бірдің А суретіне қараймыз. Қыз не істеп жатыр? Қыз гүл теріп жатыр, оны біз ағылшынша she's picking flowers дейміз. Енді 2-нің Б суретін таңдайық. Бұл жерде үйректер суда жүзіп жатыр, яғни they are swimming немесе the ducks are swimming деп айтсақ та болады. 3-ші қатардан енді С суретін таңдайық. They are drinking milk. Олар сүт ішіп жатыр. Енді 1-ші қатардан С суретін таңдайық. She's flying a kite. Ол батпырау ұшырып жатыр. 2-ші қатардан да С суретін таңдайық. He's listening to music. Ол музыка тыңдап жатыр. 3-ші қатардан А суретін таңдайық. She's tidying her room. Ол бөлмесін тазалап жатыр. Қайтадан 1-ші қатарға оралайық, бізде Б суреті қалды. He's watching TV. Ол теледидар көріп жатыр. 2-ші бағанда бізде А суреті қалды. She's eating an ice cream. Ол балмұздақ жеп жатыр. 3-ші бағанда Б суреті. They are sleeping. Олар ұйықтап жатыр. Немесе the dogs are sleeping. Иттер ұйықтап жатыр деп айтсақ та болады. Exercise 17. Read and underline. Оқыңыз және астын сызыңыз дейді. Бұл жердегі тапсырманы орындамас бұрын study спортқа назар аударайық. Мұнда present continuous tense-тің сұраулы формасы көрсетілген. Сұраулы формасында to be етістігі, яғни am, is, are деген to be етістіктері есімдіктің алдына шығады. Are they sleeping? They болғандықтан біз жауап берген кезде жоқ деп жауап берсек, no, they aren't дейміз. Ал я деп жауап берсек, yes, they are деп жауап береміз. Дәл осы грамматикалық құрылым бойынша 17-ші тапсырманы орындаймыз. Бірінші сөйлем. Are you watching TV? Сен теледидар көріп жатсың ба? Yes, we are. Я, біз көріп жатырмыз. You болғандықтан бұл жерде сен деп сұрап тұр, сіздер деп сұрап тұр немесе. Сондықтан біз бұл жерде we деген сөзді таңдаймыз. He дегеніміз ол деген сөз, яғни сендер дегенге біз ол көрді деп айта алмаймыз ғой. Сондықтан біз көрдік деп жауап береміз. Yes, we are. Келесі сөйлем. Are they eating an ice cream? Олар балмұздақ жеп жатыр ма? No, I am not. Жоқ, мен жеп жатқан жоқпын дейді. No, they aren't. Жоқ, олар жеп жатқан жоқ дейді. Сонда біз бұл жерде no, they aren't деген сөздің астын сызамыз. Are we swimming? Біз жүзіп жатырмыз ба? Yes, they are. Олар жүзіп жатыр дейді. Yes, we are. Біз жүзіп жатырмыз дейді. Сонда біз бұл жерде yes, we are-ны астын сызамыз. Are they picking flowers? Олар гүл теріп жатыр ма? Yes, they are. Олар теріп жатыр. Yes, I am. Мен теріп жатырмын. Сұраулы сөйлемде they деп тұр, яғни олар. Демек, жауап берген кезде де біз сол they деген сөзге қараймыз.
Бұл жерде дұрыс жауап yes, they are болады. Are you sleeping? Сендер ұйықтап жатсыңдар ма? Жауаптарына қараңыздар. No, it isn't. It дегеніміз жансыз заттарға, иә? Сондықтан бұл дұрыс емес. No, we aren't. Жоқ, біз ұйықтап жатқан жоқпыз. Осының астын сызып, дұрыс жауап ретінде белгілейсіздер. Exercise 18. Listen and choose. Тыңдаңыз және таңдаңыз дейді. Бұл жерде аудиоскриптке назар аударыңыздар. Яғни тыңдалымның бұл жерде аудиоскрипті берілген. Lily, Daisy, what are you doing? Are you drinking milk? Daisy, Lily, сендер не істеп жатырсыңдар дейді. Сендер сүт ішіп жатсыңдар ма? Деп нәни әже сұрайды. No, Nanny. Жоқ, нәни әже. We are eating an ice cream. Біз балмұздақ жеп жатырмыз дейді. Екінші сұрақ бойынша Where are mom and dad? Мамам және әкем қайда? They are in the bedroom. Олар жатын бөлмеде. What are they doing? Олар не істеп жатыр? They are sleeping. Олар ұйықтап жатыр. Екінші сұраққа қарасаңыздар, варианттарында listening to music and sleeping дейді. Яғни музыка тыңдап жатқан жоқ. Демек, бұл жерде B варианты дұрыс, sleeping, ұйықтап жатыр. Үшінші сұрақта Where are Liam and Jake? Liam және Jake қайда? They are in the living room. Олар қонақ бөлмеде. What are they doing? Олар не істеп жатыр? They are watching TV. Олар теледидар көріп жатыр. Үшінші сұраққа назар аударайық. Liam and Jake are watching TV. Яғни B варианты дұрыс болады. Ал fishing дегеніміз балық аулау. Олар балық аулап жатқан жоқ, олар теледидар көріп жатыр. Төртінші сұрақта Look at grandma and grandpa. They are flying a kite. Әжеме және атама қараңдар дейді. Олар батпырауық ұшырып жатыр. They are so funny. Сұрақта атасы мен әжесі flying a kite, батпырауық ұшырып жатыр. Picking flowers, гүл теріп жатыр. Демек, бұл жерде А варианты дұрыс, flying a kite. Мінекей балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.